Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді өзбек халқының юбка деп аталатын тағамын дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы суға тұз салып араластырамыз. Сосын оны електен өткізілген ұнның үстіне құямыз. Сосын қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте тығыз болады, сондықтан кішкентай салафанға салып 30 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сәбізді майда күштен өткіземіз. Міне осындай болуы керек. Енді пиязымызды алып, жартылай сақина етіп кесіп шығамыз. Енді сковородкамызға кішкене май құйып, қатты отта қыздырамыз. Қызған соң үстіне пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязымыз осындай күйге енген соң үстіне сәбізді салып, жақсылап екеуін бірге қуыратын боламыз. Сосын үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш, әртүрлі специялар салсаңыздар болады. Сосын жақсылап қуырамыз. Міне осындай болғанда аламыз. 30 минут бойы пакетте тұрған қамырымызды алып, сопақша етіп бірдей 10 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын 45 граммнан өлшесеңіздер, барлығы бірдей болып шығады. Әрбір қамырды домалақтап шығамыз да, әрқайсысын жұқалап, ұн сеуе отырып жаямыз. Қамырдың жұқалығы қолымыз көрінетіндей болып тұруы керек. Енді бұл қамырымызды сковородкаға қойып, үстіне начинкасын саламыз. Бізде сковородкада қатты от жанып тұрады. Сосын үстіне тағы қамырды қойып, аударамыз. Сосын тағы бетіне салмасын саламыз. Осылай қамырымыздың барлығы біткенше қайталаймыз. Барлығы піскеннен соң басқа ыдысқа тағамымызды қоямыз. Сосын видеодағыдай етіп, әрқайсысын жеке-жеке орап шығамыз. Бұл тағамды түскі асқа дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.